Сәлем оқырман. Дәулет пен Балназымның тойы болатын болды. Көптен күткен бұрынғы оқырмандар білет. Бір болайықта екеуі отырған болатын. 2023 жылы 10 маусымда сөз салған болатын. Ал ендігі эфирда тойда болатын болды. Күтеміз жақын арада. Ал енді екеуінде дайындық басталып кетті. Дәулет болса желіге той бойынша жазған болатын. Несиесіз тойды қалай өткізуге болатынын іздеп жүрмін. Әйтпесе баға қазір мейрамхана, көйлектер, тостмастер тағы басқаларды білесіздер ме? Қазір сол ішінде менің инстаграмға уақытым жетпейді, жоғалып жатырғаным сол. Балназымның той көйлегінде тұрған суретін жүктеп дайындық басталды деп қойыпты. Ал Балназым болса желіде өзінің ойын жазған болатын. Тойды өткізбесен де болмайды. Біреулер ЗАГС сосын шет елге шығып кетейік деп жатады. Шет елге кез келген уақытта барып келуге болады. Ал тойды кез келген уақытта жасамайсың. Немесе оданша баспанаға құяқ дегенде дұрыс шығар. Көлік алуға егерде мүлдем той өткізуге түк ынтасы болмаса, тойды несиемен де өткізген дұрыс емес. Бірнеше жыл жауып қиналып сосын сіздер қалай ойлайсыздар? Деп жазыпты Балназым. Және де бірнеше сұрақтарға жауап беріпті, оқып көрейін. Свадьба бір болайықта ма? Иә, ең алдымен иншаллах эфирде, одан кейін сыртта. Бізде той болған жоқ. Тек құдалық, альхамдулиллах, отау құрғанымызға 13 жыл болды тойсыз. Тойдан гөрі әдемі, жақсы неке көрсеткен жақсы дейді ғой. Бірақ мен тек жақын адамдармен қарапайым, артық шығынсыз той жасағым келеді. Кез келген понтқа қарсымын. Бірақ та бұл да аз шығын емес. Қалыңдық болса той көйлегін таңдауда қайсысын таңдайтынын білмей жатқан көрінеді. Не болса екеуі бақытты болсын, тойлары болсын. Көптен күткен сәт, қанша көрермендер бас осы сәтті күткен. Ал сіз қалай ойлайсыз, той жасаған дұрыс па? Дәулет пен Балназымның жанкүйері болдыңыз ба?